Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін үй жағдайында жасалатын лаваштың дайындалу жолын көрсететін боламын. Лаваш дайындау үшін 200 грамм ыстық су қажет, 1 шай қасық тұз және 2 ас қасық сұйық майды құйып, ұнымызды алдын ала електен өткізіп аласыздар. Аз-аздан сала отырып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды илеп болған соң пісіретін табаларыңыздың көлеміне қарай 10-12 бөлікке бөлесіздер. Менің табамның көлемі үлкен болған соң 8 бөлікке бөліп алдым, дәл осылай. Онды сеуіп, жұп-жұқа қылып қамыр жаясыздар. Жайған кезде қолдарыңыз көрінетіндей болып тұруы керек. Алдын ала табаны қыздырып аламыз. Ешқандай май, ештеңе жақпаймыз. Екі жағын кішкене қызарғанша пісіріп алып, осылай барлығын пісіріп ала бересіздер. Міндетті түрде арасына су жағып отырасыздар әр піскен сайын. Дәл осы рецепт бойынша сіз де жасап көріңіз және жақындарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыз. Арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алуды ұмытпаңыз.